Хадиша анамыз жәннатқа не үшін барды? Ислам діні келмес бұрын әйел затының намысы тапталып, адам құрлы көрмей кемсітілгенін білеміз. Алланың хақына ислам келісімен әйелдің қоғамдағы құқығы белгіленіп, ар-намысы мен абыройы қорғалып, еңсесі көтерілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін алғаш исламды қабылдап, дін жолында бүкіл мал-мүлкін сарп еткен әйел кісі Хадиша анамыз радиаллаху анха болатын. Бірде пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қолымен аспан мен жерді көрсетіп, көктегілер арасында ең ізгі әйел Имран қызы Мәриям болса, жер бетіндегі әйелдер арасындағы ең ізгісі Хуайлид қызы Хадиша деп оның артықшылығын білдірген. Ғұламаларымыз айтады, Хадиша анамыз жәннатқа не үшін барғандығын әйелдеріңнің естеріне салып отырыңдар деген. Сұрақ: Хадиша анамыз не үшін тірі кезінде жәннаттағы үйімен сүйіншіленді? Дәлірек айтқанда, бірде Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, Раббым Хадишаға сәлем айтты, менен де сәлем айта бар. Оған жәннатта үй тұрғызылды. Ол үйдің ішінде айқай да жоқ, шаршау да жоқ, дейді. Енді сұрақ: Хадиша радиаллаху анха анамыз көп намаз оқығаннан сол үйге сүйінші хабар алды ма? Хадиша анамыз хижраның алдында дүниеден өтті. Намаз миғраж хижраның алдында болды. Көп болса, Хадиша анамыз бірнеше жыл намаз оқыды. Оған дейін намаз үкімі түспеген еді. Ораза да кейін түсті, зекет те, қажылық та кейін түсті. Көп ораза ұстап, көп намаз оқып, жәннатқа сүйінші хабар алған жоқ. Не үшін сүйінші хабар алды? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дінде көмекші болды. Кез келген әйел күйеуіне дінде көмекші болатын болса, күйеуіне бас иетін болса, онда ол жәннаттық. Хадисте ашық айтты: ешбір әйел Алланың ризалығын таппайды, қашанға дейін? Күйеуінің ризалығын таппайынша. Ал Хадиша анамыз шынында пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын ризалығын тапқан еді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын Хадиша анамызды мақтай беретін. Хадиша анамыз қайтыс болғаннан кейін біршама уақыт өткен соң пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын есігін кіруге рұқсат сұрап, Хадишаның туған сіңілісі Хала қағады. Хадишаның дауысына қатты ұқсайтын оның дауысын естіген кезде пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын дауысы қалтырап: "О Алла, бұл Хала ғой, Хуайлидтің қызы", дейді. Осы кезде оның қасында тұрған Айша радиаллаху анха өзін өзі ұстай алмай: "О Алланың елшісі, Алла саған одан артықты сыйласа да, Хадиша үнемі сенің есіңде", дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: "Жоқ Айша, менде одан артық адам болған емес. Жұрттың бәрі иман келтірмей жүрген кезде тек сол ғана менің пайғамбарлығыма нанған болатын. Бәрі мені өтірікші санаған кезде сол ғана маған сенген еді. Бәрі менен теріс айналып қашқақтаған кезде сол ғана маған бар дүние мүлкін берген болатын. Алла маған тек содан ғана бала сүйгізді". Ол осылайша Хадиша анамыздың еңбегінің зор екендігін барлық адамдарға жариялады. Сол мезеттен бастап Айша радиаллаху анха былай деп жауап береді: "О Алланың елшісі, Алланың атымен ант етейін, осыдан кейін мен сіздің Хадиша радиаллаху анха туралы естелігіңізді үнемі естігім келеді", деді. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дүниеден әлдеқашан өтіп кеткен Хадиша анамыздан қатты қызғанатын. Хадишаны көзім көрмесе де, Расулулланы дәл сол кісіден қызғанғандай өзге ешкімнен қызғанған емеспін. Өйткені ол Хадишаны көп еске алып, сыртына мақтап отыратын. Қой соя қалса, етін жіліктеп Хадишаның құрбыларына да беріп жіберетін, дейді Айша анамыз. Хадисте келген айқай да жоқ, шаршау да жоқ үймен сүйіншіле деп неге айтты? Негізінде үйді 2 қабатты үй, терезелері дәу, бөлмелері көп, іші жалтыраған, іші толған алтын, күміс деп басқаша сипаттайды. Әй, сенің үйің қандай десе, менің үйімде айқай жоқ деп ешкім сипаттай алмайды. Қашан көрдіңіз дәл осылай сипаттағанын? Не үшін айқайда жоқ, шаршауда жоқ деген сипатпен айтылды? Өйткені Хадиша анамыздың 2 сипаты бар еді. 1.
ешқашанда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға айқайлап дауыс көтермеген. 2. Ешқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды шашатпаған. Осы 2 сипаты үшін Алла тағала сондай үй берді. Ол үйдің басқа сипаттары былай тұрсын. Әйелі күйеуіне дауыс көтермеудің үлкен маңыздылығы осы жерде жатыр. Жәннаттан зәулім үй алғың келсе, күйеуіңе дауыс көтермеңіз. Жәннаттан зәулім үй алғың келсе, күйеуіңізді шаршатпаңыз. Осы 2 амалды орындасаңыз, Алла тағала сізге де жәннаттан зәулім үй берері сөзсіз. Алла тағала біздің бәрімізді осы анамыздың лайықты ұрпағы болуымызды нәсіп етсін. Әмин. Меккені азат еткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең әуелі Хадиша анамыздың қабірінің басына барып көп дұға жасайтын еді. Мәліметтер Мусафир KZ Instagram парақшасынан алынды. Автор Уәли Ибрахим. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.